Сәлем, бүгінгі тақырыбымыз қайда тұрасың? Сабаққа қатысты мына сөздерді есіңде сақта. Жер үй, көп қабатты үй, қала, ауыл, бөлме. Ендігі тапсырма, мына сұрақтарға жауап бер. Бұл қала ма, ауыл ма? Дұрыс. Бұл қала. Бұл көп қабатты үй ме, жер үй ме? Дұрыс. Бұл жер үй. Бұл ауыл ма, қала ма? Дұрыс. Бұл ауыл. Бұл жер үй ме, көп қабатты үй ме? Дұрыс. Бұл көп қабатты үй. Ендігі тапсырма. Мәтінді мұқият тыңда. Менің атым Сара. Жасым 21-де. Мен мұғаліммін. Алматы қаласында тұрамын. Маған қалада тұрған ұнайды. Қалада көп қабатты үйлер көп. Бірақ мен жер үйде тұрамын. Үйім 3 бөлмелі және кең. Ендігі мәтінге байланысты мына сұрақтарға жауап бер. Сара қай қалада тұрады? Дұрыс. Сара Алматы қаласында тұрады. Келесі сұрақ. Сара көп қабатты үйде тұрады ма? Жоқ, ол жер үйде тұрады. Сараның үйі неше бөлмелі? Оның үйі 3 бөлмелі. Сараға қалада тұрған ұнайды ма? Иә, ұнайды. Сабаққа қатысты мына сөздерді есіңде сақта. Ортасында, оң жағында, сол жағында, үстінде, астында. Ендігі тапсырма. Суретке мұқият қара және мәтінді тыңда. Компьютер үстелдің үстінде. Орындық үстелдің астында. Кітаптар сөренің үстінде. Гүл диванның оң жағында және сөре мен диванның ортасында. Диван гүлдің сол жағында. Ендігі тапсырма. Мына сұрақтарға жауап бер. Компьютер үстелдің үстінде ме? Иә, компьютер үстелдің үстінде. Гүл диванның сол жағында ма? Жоқ, гүл диванның оң жағында. Гүл диван мен шкафтың ортасында ма? Иә, ортасында. Кітаптар шкафтың астында ма? Жоқ, кітаптар шкафтың үстінде. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.